лигада талай қарсыластарына қауіп төндірген талай қазақ футболшы айтқымыз келіп отыр, және мүмкін дәл осы жас жігіттердің ішінде арасында жаңа бір футбол жұлдыздарға қайтадан оралғанды тілейді. Және көрейік, маусымымыз енді басталып жатыр. Бұл небәрі екінші турның бір дайындаған схемасы, жүйесі бойынша қандай мүмкіндік қалдырған жоқ. Бұл Николай Стоякин. Тараз болсын, ауа райының соңғы күндері бұзылып жүргенде көріп отырмыз. Бұл ойында да болтты жел тұрып тұрғанда байқауатымыз, бірақ десек те оны соққыдан кейін жалғастырамыз. Ерденнің жасаған соққысы қақпадан биік кетті. Нұркен Мазбаев назарларыңызда. Ал жаңаға әңгіме. Опасная атака в исполнении Академии Онтысток. И здесь гол даже. Тарас вперед, ну а за 3. Так что сегодня ждем обилия голов. Ну и по стартовым минутам все на это намекает. Опасный момент. Ой-ой-ой. Падение, но молчит Саят Суликанов. До удара пока довести не удается. Вот здесь нокат. И желтая карточка у нас. Футболды көріп отқан барлығы білетіндей, біз сізге хабарласамыз дегендей сөздің нағыз көрсеткіші болған сияқты. Ал қазір тұрған көріп отырмыз, бірақ Афанасенко жоқ. Алдады бар барлығымызды, әріптестерінде, бізді де. Ойыншылардың бір қызығы, бүгін біз бұған дейін Шахтер мен SD Family арасындағы ойынды жүргізген болады. Жанкелердің де жиналып, командаларды қолдап жатқанымен бірге, желдің де күшейіп жатқанын құлағымыз шалып отыр. Академия Онтыстықтың әдемі бір шабуылы, соққы бағытталды қақпаға, бірақ бұл гол емес. Гол шығар. Темірлан Төребек оның Айбаланға асырған пасы, және мүмкіндік еді ғой. Төртекім. Дәл бағытталған соққылар 1-2. Бұрыштама бойынша 4-2. Ал мүмкін қазір соққы! Қалай болады екен? Төреші 1 минут қосқан екен, бірақ негіз уақытын аяқталуына әлі 30 секунд бар, және де тағы да қарама-қарсы қапталға асырылған пас. Бұл жақта әрең дегендей доп тоқтатты. Алыстан бағытталған соқ. Қонақтардың құрамы Тараз бүгін мынандай ойыншылармен шыққан. Негізгі минуттардан бастап ешқандай өзгеріс жоқ. Ал қазір Академия Онтыстықтың шабуылы, соққы бағытталды, бірақ 90 өте алмай қалды. Енді қарымта шабуыл Тараз ойыншыларынан. Жылдам шабуыл 21-ші нөмірдегі Төребек. Төребектің алыстан бағыттаған соққысы! Гол! Ойынның 58-ші минутында Темірлан Төребек ойындағы есепті ашып отыр. Ойламаған жерден соққы бағыттаған. Ждем повтора. Вот сейчас нам повторяют этот эпизод. Плотный удар. И посмотрите, как ошибся игроки Тараза. И вот здесь хороший вынос. Посмотрите, адресной получилась передача. Серыкула перед чужой штрафной. Один соперник. Удар, отскок. Удар еще один. Ну и как? Тут не попадает. Бұлдан кейін болған еді. Ал енді Мүслим Жұмат. Айбалың асырған пас. Оның соққы және гол! Тараз есепті 0-2 қылды. Қандай керемет мүмкіндік. Алғашында да болған, бірақ ол мүмкіндікті бірден жүзеге асыра алмады Тараз ойыншылары. Және қарап көрейік. Ну что, исправляется Эльдар Рахимов, да, после неиспользованной возможности. Вот здесь на добивании уже гораздо более увереннее сыграл. Ну и эпизод был попроще для него. 2-0, Тараз. Отскакивает мяч к Нурдаулету. Здесь опаснейший подкат. И мяч остается у Академии Онтысток. Разгоняют атаку. Прострел по линии вратарской. Прошел мяч. И неком. Байқап отырмыз. Бастысы. Әлшердің қатты жарақат алып қалмайтын шығар деген ойымыз бар. Алаңға тез оралуында тілейміз. Ал Академия Айбалаңда асырылған пас, және қорғаушылар әдемі қорғана білді. Алын босы бір сәтте. Динамикада пенальти бардай көрінген. Міне соққы, және қайтадан қақпашының сейві. Жандар. Угрозу отводит. Дальше
Попытка контратаки. Байбосынов. Здорово! И какой пас шикарный выдал Байбосынов. Мяч уже в штрафной. Удар! Сол үшін де не осы бір шабуылдың бастап жатқанын көріп отырмыз. Соққы бағытталды тағы да. Уақыт қосқан екен төреші. Біз айтқан осы үзілістердің барлығын осы уақытқа бағалаған. Ал қазір Тараз қарымта шабуылға шығып келе жатыр. Керемет мүмкіндік жоқ, құлады және қызыл қағаз ғой бұл жерде, Дәл солай. Бірге бір шығып бара жатқан 20-шы нөмірдегі Нұрайдар Әскербекті шалғаны үшін, аяғынан теуіп құлатқаны үшін 48-ші нөмірдегі Біржан Тоқтыбай шабуыл өтіп жатқан ойында өздеріңіз білесіздер, Акастың сенімді түрде жеңіске жетіп жатқанын 3-0 есебімен, сол 3-0 деген есептен де Тарас қайталай алады ма? Бір ойыншыға кем Академия оңтүстік. Байбосын, оның асырған пасы үлгерді Жұмат және жоқ, бұрыштама болады бұл жерде. Алтай тіпті бүгін екі бассызбен 0-0 есебімен ойнады. Тең тарқаста. Соққа қақпа қарай бағытталған бұрыштама. Ойын аяқталды, құрметті көрермен.